Балалар, бізге Аршаттың әжесі мен анасы қонаққа келе жатыр. Наурыз мерекесінде құттықтап. Әжемізбен амандасайықшы. Сәлемет болыңдар балдарым. Сәлеметсіз бе әже? Мерекеңіз құтты болсын. Әмин, өзіңе де құтты болсын. Құтты болсын балалар. Амансыңдар ма балдарым, бүлдіршіндерім. Келе ғой, отыра қойыңыз. Төрлетіңіз, төрге шығыңыз. Кел балам, Келе ғой, кел. келе ғой. Ал балдарым, мына ораза айына тұспа-тұс келіп атқан, мына наурыз мерекелерің құтты болсын, ақтарың мол болсын, дендерің сау болсын. Мына апайларың менен әдем болып жарқырап жүре беріңдер. Өнегелі, ибалы, инабатты балдар болып өсе беріңдер, жарықтарым. Рахмет. Балапандарым, қыздарым, келіп жеткен наурыз мерекеміз құтты болсын. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Еліміз бейбітшілік заманы болсын. Рахмет. Рахмет әже. Ой жаным, өркенің өссін. Әже, бізге осы оюдың ескіріп бара жатқан оюлар жайлы мына балапандарыңызға айтып берсеңіз. Айтып берейін мен ою өрнектердің түрлерін. Ою өрнек төртке бөлінеді. Гүлтектес ою өрнек, қошқармез ою өрнек, фигуралы төрт бұрышты ою өрнектер, табиғат ою өрнектері, сосын көз тиюден сақтайтын ою өрнектері бар. Біздің ою өрнектің қазақ халқында көп мағынасы көп. Бұл тарихқа өзінің әрбір оюының өзінің тарихы бар. Мысалыға ана жерде мен көрсетейін өзімнің ою өрнектерімнің түрлерін. Ал балдарым, ою өрнек құралы не зат мынау? Қайшы екен, молодец. Жарайсыңдар балдарым. Енді міне мен деген осы қайшыны сендерге ұстауға болмайды. Себебі біз қауіпсіздік ережемізді сақтауымыз керек. Егер қайшыны ұстайтын болсаңдар, қастарыңда әжелерің отыру керек. Енді мен ою өрнекті осы қайшыменен қиямын. Енді осы ою өрнекті мынандай қағазға кілейлейміз. Мінекей балдарым, жаңағы Аршаттың өрнек деген ою өрнегі бар ғой, сол сияқты қошқар мүйіз ою өрнек және оның бас жағында бүршіктенген гүлі бар мінекей. Қараңдар, не гүлі. Соған қоса, осы ою өрнекке орай сендерге мынандай көрпеше, міне, әдемі көрпеше. Енді осы ою өрнекті мәскеде арналған, аяқ киімге де арналған ою өрнектер бар. Міне ұмытылып бара жатқан қошқар мүйіз ою мінекей. Мұны біз мәске кілейлейміз. Ою өрнегін жапсырамыз. Мінекей балдар, мына былғарыдан тігілген мәс, әжелердің мәсі, аталар киетін мәсті. Сол ерте кезде аяқ киімге сәйкестендіріп мына ою өрнегін мен былғарыдан ойып мынаған тіктім мінекей балдарым. Қараңдыш, әдемі ме? Мінекей үй бұйымдарында неғылатын жастық тұстарға тігіледі. Сендерде үйде жастық жастарынасыңдар ма балдар? Молодец, міне жастық. Бұл жерде де қошқар мүйіз ою және бүршіктелінген әртүрлі гүлтектес ою тағы жалғасады. Балдарым, көп жаса балам. Балдарым, мінекей біздің тұрмыста да пайдаланатын үйде шайнек. Бұл шайнекке де мінекей қазақтың ұлттық ою өрнектері салынған мінекей. Көріндер ме балдар? Мынау не заты шайнектің? Қақпағы. Молодец, жарайсыңдар балдарым. Мінекей апам кесе әкеліпті, мінекей кесесінің де ою өрнек және де бұл да гүлтектес қылып жасаған. Сонда бәрінде де қошқар мүйіз оюы менен гүлтектес оюлары, пирамидалы оюлар бәрі бірге жүреді екен.